Жасанды интеллект оқу процесін жеңілдетіп, білім алушылардан бөлек мұғалімдерге де мол мүмкіндік ұсынады. Осылай деген сала мамандары бүгін Медеу ауданына қарасты мектепте бас қосып, білім берудегі заманауи тенденцияның ерекшеліктерін талқыға салды. Жасанды интеллект жайлы сөз болған жиынға ата-аналар мен оқушы, ұстаздардан бөлек шет мемлекеттің білікті мамандары да қатысқан. Олардың қатарында көршілес Өзбекстан мен Украинадан онлайн қосылған сала өкілдері де бар. Олар аталған осы заманға сай технологияның өз елдерінде қолданылуы мен инновациялық әдістемелердің дамуы туралы мәліметтерді жеткізді. Жасанды интеллект білім беру жүйесінде өте ыңғайлы, себебі жұмысты жеңілдетіп жатыр мұғалімдерге де, ал оқушылардың тарапынан алсақ, оқушылар қызығушылықпен жұмыс жасайды. Жасанды интеллекттің оңды да, солды да жақтары бар. Өте көп пайдасы. Сонымен қатар балалар әлі білмейтін, дұрыс қолдана алмайтын, дұрыс қорғай алмайтын жақтары да бар. Соны біліп жүру керек. Бүгінгі таңда оны мектептің ұстаздары түсіндіре білу керек.